Саламатсыздар ма, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін капкейк цветочный жасайтын боламыз. 3 жұмыртқамызды алып, жақсылап миксермен қозғаймыз, қантымыз салып, жақсылап миксерлейміз. Және де сүтімізді құямыз. Сұйық майымызды саламыз. Жақсылап араластырасыздар. Мен ұн менен қопсытқышты бірге араластырып қойғанмын. Солай істесеңіздер де болады. Және де мен рецепттердің бәрін описанияға жазып өтемін. Жақсылап араластырып аласыздар. Осылай көріп тұрғандарыңыздай қолым алжың осындай әдемі болу керек, үрпілдеп тұру керек тесто. Сосын арнайы қалпымызды дайындап қойып, соған құямыз. Әдемілеп осылай бір қалыпты құйып алыңыздар. Қызып тұрған печкамызға 180 градусқа 15-20 минутқа салып аламыз. Шпалкамен тығып көрсеңіздер болады. Міне енді дайын бізде. Кремін жасайтын боламыз. Сотейнигімізді аламыз, творожный сырымызды саламыз, кукурузный крахмалымызды саламыз, сливкемізді саламыз, 90 грамм, сгущенка сахарымызды саламыз. Бұның бәрін қорықпай үст-үстіне сала беріңіздер. Сосын силиконовый лопаткамызды алып аламыз да қолымызға баяу отқа қоямыз. Баяу отта өте ақырын қозғап тұрасыздар. Қорықпаңыздар, қозғай беріңіздер, қозғап тұрыңыздар. Әрбір осылай дайын болады. Ең дайыны болатын кезде қазір. Міне енді біздің креміміз дайын. Оны құйып аламыз дағыны холодильникке қоямыз 1 сағатқа. Сосын креміміз дайын. Креміңізді алып, кексімізді аламыз да осылай насадкаға салып, өзіңіздің қалаған түсіңізге бояп, гүл жасауға болады. Өздеріңіздің насадкаларыңызға қарай істеңіздер. Менде розам жақсы шығатын, бұл жолы қатты жақсы шықпады, өздеріңіз көріп тұрғандай. Розаларымызды осылайынан өздеріңіздің қалаған түстеріңізге аласыздар да бояйсыздар. Бұл жерде мынандай түске бояу деген жоқ. Насадкаларыңызда қандай насадка бар? Менің қолданып тұрған насадкам 126-шы насадка, роза гүлдерге арналған. Осылайынан ақырындап қолдарыңызды үйретіп жасаңыздар. Бәрі бірденен бола кетпейді, бірақ ақырын үйренесіздер. Міне енді менің цветочный капкейгім дайын болды. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз.